Сәлем достар, келесі сабақ бөліміне қош келдіңіздер. Және бүгінгі сабақта Linux-тың дистрибутивтарын ары қарай талдаймыз және таңдау жасау мәселесін шешіп көрейік. Мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқандай Debian Linux дистрибутивтарының бір атақты жанұясының, яғни дистрибутивтар ұясының көшбасшысы, яғни негізі деп айттым. Және Debianнан бастау алатын бірнеше дистрибутив, атақты Linux-тың дистрибутивтары бар. Соның ішінде ең атақтысы және де кең қолданыстағысы Ubuntu, сондай-ақ Linux Mint'ті айтуға болады. Алайда мына жерде қызықты сурет осы Linux-тың дистрибутивтар тізімі және оның бір-бірінен таратылуы, сондай-ақ қазіргі таңда қолданыста ма деген сұрақты көрсететін бір сурет келтірілген екен. Және қарап отырсаңыздар, бұл жердегі суреттің масштабы өте үлкен. Алайда мен бұны кішірейтетін болсам, біз бұл суреттің өте үлкен тізімді көрсететінін байқаймыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай GNU Linux Distribution Timeline дейді. Яғни біз талқылаған GNU Linux дистрибутивтары, соның тізімі және қай уақытта қайсысы туындады және бүгінгі таңда қолданыста ма дегенді көрсететін сурет келтірілген екен. Байқап отырсаңыздар, бүгінгі таңдағы Linux-тың дистрибутивтары шынында көп деп айтсақ әбден болады. Енді оның неге көп екенде жақсылап түсіндірген сияқты болдым. Алайда тағы да сіздердің назарларыңызға аударғым келіп отыр, және осы Linux-ты алғашқы оқи бастағанда кез келген көрерменді шатастырып, әбден қайсысын таңдаймын деген сұрақ бас ауыртуы мүмкін. Олай болса, осы сабақта дәл осы сұрақтың мәселесін шешіп көреміз. Мына жерде Debian жанұясы, яғни Debian ұясына кіретін Linux дистрибутивтарды көріп отырмыз. Және осы жерде кішкене тағы да үлкейтетін болсақ, онда Ubuntu операциялық жүйесін табуымыз керек. Немесе мына жерде ctrl find Ubuntu деп жазып көрейік. Міне кішкене төмен қарай түсіріп таптым. Яғни көріп отырғандарыңыздай Ubuntu осы Debian ұясына жатады және Ubuntuдан тараған тағы да бірнеше Linux дистрибутивін байқаймыз. Соның ішінде алдында сіздерге кішкене көрсетіп кеткен Linux Mint дистрибутиві де байқалады. Яғни бұл тізімді тағы да төмен қарай түсіретін болсам, осы бүгінгі таңдағы өте кең қолданыстағы әрі қолдау тапқан және де көп қолданушының көңілінен шыққан Linux дистрибутивтарын көреміз. Соның ішінде коммерциялық нұсқалары, яғни Red Hat Linux-ті көреміз, және де осы Red Hat-тың сыңары десек те болады, яғни қазір түсіндіремін, CentOS Linux операциялық жүйесін көреміз. Және де мына жерде тағы да үлкейтсем, оны әбден табып алуға болады деген ойдамын. Яғни байқасаңыздар, міне Red Hat Enterprise Linux және CentOS операциялық жүйесі. Сондықтан Linux-тың барлық дистрибутивін талдап жату мүмкін емес. Бізге тек қана кең қолданыстағы және қолданушылар базасымен бұл дистрибутивтерді қолдаушы мамандар базасы үлкен дистрибутив топтарына тоқталайық. Атап айтатын болсақ, осы дистрибутивтер тобы немесе ұясы десек болады. Соның ішінде Debian, Fedora, сондай-ақ SUSE ұясын айтуға болады. Соның ішінде Debianның Ubuntu және Linux Mint дистрибутивтары өте кең қолданыста. Ubuntu дистрибутиві бұл үстел үстіндегі компьютерге арналған, сондай-ақ серверлік нұсқасы да кездеседі. Және Linux Mint бұл қазіргі уақытта осы Linux-тың үстел үстіне арналған компьютерге арналған нұсқасы кең қолданыста. Енді Fedoraның ұясына жататын Red Hat Enterprise Linux-ті ерекше атап айтуға болады. Себебі Red Hat деп аталатын үлкен компания бар, және бұл компания осы дистрибутивтің дамуына, сондай-ақ таратылуына атсалысуда, және оның неге екенін келесі слайдта көреміз. Red Hat-тан басқа осы Red Hat дистрибутивінің негізінде жасалатын CentOS, сондай-ақ Oracle Linux дистрибутивтарын айтуға болады. Ал SUSE отбасынан келетін болсақ, яғни ұясынан келетін болсақ, бұл жерде SUSE Linux Enterprise Server тағы да осы бизнесте қолданылатын серверлік дистрибутивін, сондан кейін осының негізінде жасалған OpenSUSE-ті айтуға болады. Яғни Linux дистрибутивін жалпы екі тармаққа тағы да бөлуге болады. Соның ішінде коммерциялық қолдау көрсететін және коммерциялық қызмет көрсететін нұсқасы. Алдында айтып кеткендей, Linux-тің ядросы, сондай-ақ GNU операциялық жүйесі, ол бастан GPL лицензиясымен жасақталған, және GPL лицензиясына кейінгі слайдтарда тоқталамыз. Жалпы айтатын болсақ, бұны тегін ашық бағдарлама деуге болады, және осы бағдарламаны қолдана отырып компаниялар пайда түсіруді ойлайды, және осы компаниялар өздерінің жасап шығарған дистрибутивтерін сату арқылы және оған қызмет көрсету, қолдау көрсету арқылы пайда түсіруді ойлайды. Соның ішінде коммерциялық дистрибутивтерға тоқталатын болсақ, Oracle, Red Hat Enterprise Linux және SUSE Enterprise Linux-ті, сондай-ақ Ubuntu
коммерциялық қызмет көрсететін дистрибутивін айтуға болады. Екінші, бұл жерде ешқандай коммерциялық қолдау болмайды, яғни барлық айтып өткендей осы дистрибутивті тегін жүктеп ала аламыз, және бұған қолдау көрсететін, сондай-ақ қызмет көрсететін ешқандай артында ұйым болмайды. Бұл ұйымды ашық, еркін қауымдастық деуге болады, және бұл қауымдастық ешқандай жауапкершілік алмайды. Яғни интернет аумағындағы осы қолданушыларға, яғни мамандарға сұрақтарыңызды, сондай-ақ жалпы байланыс ұйымдастырып, туындаған мәселелерді шешуге, сондай-ақ форумдар қазіргі таңда интернетте кең қолданыста. Олай болса, бұл топқа жататын дистрибутивтардың ерекше атап өтетіні CentOS дистрибутиві, сондай-ақ OpenSUSE және Ubuntu'дың осы қауымдастық қызмет көрсететін нұсқасы.